Азаматтар барлық жерде әділдік орнауын қалайды. Моя цель – обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина. Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство. Амандық болса, бәрі дұрыс болады. Керек қаражатты бөлеміз онда. Қасым-Жомарт Тоқаевтың президент болып сайланғанына 100 күн толды. Осы 100 күнде не өзгерді, қандай қадамдар жасалды, енді нендей шаруалар атқарылу керек. Соның барлығын бүгін ашық алаңда талқылаймыз. Ұлттық арнада ашық алаң студияда Нартай Аралбайұлы. Құмының құны құймалтынан қымбат қазақ ел, ассалаумағалейкум. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ашық алаң. Бүгін біз Қасым-Жомарт Тоқаевтың президенттігінің 100 күнін талдайтын боламыз. Қандай шаруа атқарылды, тағы қандай дүниелер атқарылу керек. Осы 100 күннің ішінде президент жергілікті атқарушы орган басшыларымен, бизнес өкілдерімен, азаматтық қоғам мүшелерімен ұзын-ырғасы 140-тан астам кездесу өткізіпті. Оның ішінде президенттің жарлығымен ұлттық қоғамдық кеңес, сенім кеңесі құрылды. Халық пен билік арасында бірыңғай диалог алаңы пайда болды. Диалог алаңының керек екенін президент бірнеше мәрте атап өтті. Нұртай мырза, сізден сұрағым келді, осы 100 тәулік өтті ғой мінекей. Халық пен бұқара мен биліктің арасы жақындай түсті ме бұрынғыдай? Бір-бірін ыммен түсінетін жағдайға жетті ме? Қандай шара атқарылу керек? Әрине жақындай түсті. Бірінші, президент болып сайланғаннан кейін Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің сайлау алдындағы сабақтастық, әділдік, өрлеу деген бағдарламасын нақты іске асыру шарасын қабылдады. Үкіметке тапсырма беріп, қай айда қандай заңдарды әзірлеу керек, қандай шара істеу керек, бұл бәрі нақтыланып белгіленді. Яғни жүйелі түрде жұмыс атқарылып жатыр. Сонымен қатар елбасының бағдарын тиімді жалғастырып, жүйелі жұмыстар ары қарай басталып кетті. Мысалы айтатын болсақ, сол сайланғаннан кейін ғана халықтың әл-ауқатын көтеру үшін, азаматтардың борыш жүктемесін азайту үшін жаңағы жарлық шығарды. Ол не деген сол? Тұтынушы қарызды, 300 мыңға дейінгі қарызды өтеу туралы. Нақты айтатын болсақ, қазіргі таңда осы жарлық толық орындалуда міне. Міне 3 ай өтті, 2 ай өтті, мысалы 507 мың адамның қарызы қазіргі кезде өтеліп, оған 105 миллиард республикалық бюджеттен қаражат бөлінді. Рахмет. Ерлан мырза, сіз жаңағы ұлттық сенім кеңесінің мүшесісіз, дұрыс қой. Енді депутат мырза мінекей көсіліп айтты ғой, осы тұрғыда президент тағы бір тапсырма айтты, ол жергілікті жаңағы басшылар әлеуметтік желіге кіру керек, сол арқылы әлеуметтің әлеуетін бақылау керек, сын ескертпелерді ескеру керек деді. Бұл қаншалықты тиімді жүзеге асып жатыр? Сіздермен кездескен ел не дейді? Енді біріншіден естуге қабілетті мемлекет деген жаңа бір тенденция пайда болды. Президент өзінің жаңағы билікке келгеннен кейін ең негізгі мәселе осы билік пен халықтың арасында диалог пайда болу керек, және биліктің өкілдері халықтың жаңағы сынына әрқашан жауап беру керек деген бір тенденция пайда болды. Бұл негізінде дұрыс, бірақ дегенмен де мынау жергілікті жердегі әкім шоралар, немесе басшылардың барлығы осы әлеуметтік желіні дұрыс пайдаланып жатыр деп те айтуға келмейді. Өйткені әкімдердің психологиясы әртүрлі. Біз бұрыннан бері айтып келе жатырмыз. Екіншіден, әкімдер халықпен қанша жұмыс істегенмен, шынын айту керек, әрбір әкім оның басшысы және халық емес, оның басшысы әкімнен жоғары тұрған әкім. Сондықтан бүгінгі таңда ең негізгі мәселе осы демократияның негізгі жаңағы тенденцияларын кіргізу керек. Ол бірінші жергілікті өзін өзі басқару жөніндегі жаңағы заңды енгізіп, жергілікті әкімдер, аудандық әкімдер, солардың барлығы халықпен тікелей сайлану керек. Сол кезде жаңағы әкімдер халықпен жұмыс істейді деуге барлық негізі бар. Бұған барлық фундамент жасалған. Өйткені президент өзінің жаңағы халыққа жолдауында ең бірінші осы ең негізгі жақсы тенденция әкімдердің жұмысын жаңағы бағалау жергілікті жерде электронды түрде болады, және жергілікті халықтың 30%-дан астамы
жаңағы әкімнің жұмысына қанағаттанбайтын болса, онда ол әкімнің мәселесі жаңағы комиссия арқылы қаралады деген сондай бір жаңа бір жаңағы ойды алып келді дүниеге. Бұл өте дұрыс нәрсе. Міне осы тенденция біздің елімізде мынау халық қоғамның жаңағы қоғамды сыйлайтын, сонымен бірге қоғамға жаңа бағынатын жергілікті жердегі жаңа тұрпаттағы билікті алып келуге қабілетті. Осы бір кереметтей дүниені Әселхан жүзеге асыруға қанша уақыт кетуі мүмкін? Сіз енді сыртқы саясатты білесіз, өзгелердің тәжірибесін білесіз. Қанша уақыт кетуі мүмкін? Және тіпті бұл бізде расында мүмкін дүние ме? Енді халық пен биліктің арасындағы байланысты қазіргі барлық коммуникация құралдарының түрлерін, мүмкіндіктерін пайдалану арқылы жүзеге асыру керек. Бірақ бұл жерде жаңағы алдындағы спикермен келісемін. Біріншіден ол әрине әкімдердің өзінің талаптарына байланысты. Екіншіден ол халықтың қаншалықты сол коммуникация құралдарын пайдалануға қабілеттілік екеніне де байланысты. Мысалы, біз білеміз, алыстағы ауыл шалғай жерлерде оларға қаншалықты ол қолжетімді ол коммуникация құралдары. Мысалы, жаңағыдай әлеуметтік желілердің өзінде олар қаншалықты пайдаланады. Сол әлеуметтік желідегі мысалы әкімнің айтқан пікірлерін олардың қарауға, оны оқуға мүмкіндіктері бар ма? Бұл да бір үлкен мәселе деп ойлаймын. Себебі мысалы бізде көбінесе осы әлеуметтік желіні дұрыс пайдалану керек, билік өкілдері деп жатамыз да, оны халыққа қаншалықты жеткілікті қолжетімді екеніне онша көп көңіл бөлмейміз. Бұл менің пікірімше үлкен мәселе. Себебі ол интернетте мысалы алыс ауыл жерлерде осы мәселенің шешу жолдары қазір қарастырылып жатыр. Негізі ол енді қазір біз ақпараттандыру дәуірінде өмір сүріп отырғандықтан әрине бұл мәселелер шешілуі қажет. Дұрыс. Енді осы тұрғыда айтып отырмыз ғой, билік пен бұқараның арасын жақындату деген дүние айтылды. Бұдан бөлек президент халыққа тікелей жақсылық жасауды ұмытқан жоқ. Тікелей әлеуметтік әл-ауқатын көтеруді де ұмытқан жоқ. Оның бірі жаңа Нұртай мырза өзіңіз тілге тиек еткен халықтың төлем қабілетін арттыру үшін жасалған, қол қойылған жарлық болатын. Соған бір ауық назар аударайық, одан соң жалғастырамыз. Другая проблема. Закредитованность, особенно социально уязвимых слоев населения, повлекла за собой необходимость принятия экстренных мер. Вы об этом знаете. Эта проблема приобрела социальную и политическую остроту. Поэтому поручаю правительству, Нацбанку в течение 2 месяцев подготовить к внедрению механизмы, которые гарантированно не допустят повторения такого положения. Енді жаңа айтып қалдық қой, 507 мыңнан астам отандасымыздың жаңағы несиесі, оның үстемақылары кешірілді, бұл төлем қабілетін арттырды дедік. Жангелді мырза, сізден сұрағым келеді. Президент айтты ғой, бірақ осы дүние бұл бір реттік шара, және бұлдай халықтың қарызға бату қайталанбау керек деді. Сол қайталанбау үшін не істелу керек, қаржыгер ретінде айтыңызшы бізге. Дұрыс, енді мен экономист ретінде айтайын. Бұл бірінші рет болып жатқан уақиға емес, біз талай тарихтан оның бәрін куә болып келе жатырмыз. Біздің елде енді бірінші. Біздің елде, енді сол баяғы кеңес үкіметінде есіңізде болса, Брежнев деген біздің бас хатшы болған. Кокпының, коммунистік жаңағы партияның. Бұрынғы енді. Сол кезде 9-шы 5 жылдықта бір саланың бәріне бірдей керемет жалақыны көтерді. Екінші 5 жылдығы, екінші бір саланың жаңағы қаражатын көтерді, жалақысын. Сөйтіп келгенде, ар жағында бір уақытта ойбай көтеретін ақша болмай қалды. Неге? Өйткені экономиканың заңдылықтары бар. Оны сақтамай, жұртқа ұнаймын деп ақшаны шаша берудің ешбір реті жоқ. Неге? Өйткені оның заңдылығы былай. Жалақының өсуінен еңбек өнімділігі анағұрлым артық өсу керек деген. Егер еңбек өнімділігі артық өспесе, ал жалақыны көтере берсең, ертең бюджетін құлайды. Кезінде Кеңес одағының бюджеті дефицит. Жаңа қарыздану деген дүние қайталанбас үшін қайтпек керек? Қарыздану деген дүниені болдырмау үшін әрине бір кезеңдік, бір мезгілдік, бір мерзімдік осындай жағдай жасауға тиісті, бірақ есептеу керек. Оны көтере ме бюджетіміз жоқ па? Ол жөнінде әңгіме жоқ.
бір жақты жаңағы көмектесу деген мәселе ол экономикалық жағынан тиімді емес. Жақсы, енді бірақ көмектесілді, бұл есептелінді, есепке сүйенген дүние. бұл қажет көмек нәрсе. алды халық. Әсіресе аз қамтылған көп балалы отбасылар үлкен көмек алды. Әрине. 300 мың деген халық үшін үлкен ақша. Сондықтан да бұл үлкен көмек, үлкен жеңілдік. Осы тұрда мен сізден сұрай кеткім келіп тұр. Бұрынғы ұстаз ретінде қазір енді халық қалаусыз ғой. Инфляцияны көтереді. Иә, жалақыны көтеру деген дүние айтып ма? Жыл басынан бастап ұстаздардың айлығы 25%-ға көтеріледі деп қалдық, иә? Осы айлықтың көтерілгені білім сапасының көтерілуіне әсер ете ме? Қалай бұл? Енді алдымен Нартай мырза өте дұрыс айтасыз. Енді бұл жерде спикерлер қазір өз пікірлерін де айтады, бірақ дегенмен нақты қойған сұраққа жауап берер болсақ, алдымен манағы несие мәселесінде әңгіме болды. Әрине, ол халық несиені ол шекесі шылқығаннан алмайды, жетпестіктен алады. Әрине, соны бір мезгіл көмек беру ретінде ол 7 рет өлшеніп бір рет кесілді деп ойлаймын. Енді қазіргі таңда кешегі президентіміздің жолдауда 4 жылда 2 есеге өседі ұстаздарымыздың жалақысы. Және 2020 жылдан бастап дипломмен ауылға бағдарламасына қосымша 20 миллиард қаражатты бөлу жөнінде айтылды. Оның барлығы да мінекей мәжіліс қабырғасына бүгінгі күні 3 жылдық бюджет жоспары келіп кірді. Ол қазір талқыланып жатыр, есептеліп келді. Сондықтан да заң тұрғысынан бұның барлығы да өлшеніп есептеліп келді. Білім сапасын арттырасыз ба дедіңіз. Әрине білім сапасын. Ойлаңызшы, маған елім жақсылық жасап жатыр. Мысалға маған мемлекетім қолдау көрсетіп жатыр. Мен неге жақсы мұғалім болмасқа мен? Бәрекелді. Сондықтан санаға сілкініс болады деп ойлаймын. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ашық алаң бүгінгі тақырып 100 күндік белес дейміз, иә? Президент тағы бір мәселені тілге тиек етті. Ол шағын және орта бизнес өкілдеріне көмек. Оның ішінде жаңағы 3 жылға дейін салықтан босату, 3 жыл және жылдың басынан бастап оларды түрлі жаңағы тексеру органдарының тексеруін торықтату, иә, тежеу деген дүние айтылды. Бұл, Ерлан мырза, айтыңызшы, расында біздің орта және шағын бизнестің бір үлкен алға адым жасауына мүмкіндік бере ме? Бұған дейін тап осы дүние кедергі болып келген бе сонда? Тек қана бұл дүние кедергі емес, бірақ дегенмен де осындай демеу қажет. Өйткені не үшін қажет? Бүгінгі таңда дүние жүзінде мынау әлеуетті мемлекеттердің жаңағы ішкі жалпы өніміндегі орта және кіші бизнестің жаңағы мөлшері 50-75%-ға дейін жетеді. Ал Қазақстанда қазіргі таңда 25%. Сондықтан біз осы 25%-дан міндетті түрде 50%-ға жетуіміз керек. Өйткені орта және кіші бизнес дегеніміз бұл елдің бірінші әлеуетінің дамуының, екіншіден ішкі жалпы өнімді әрқашан өсіріп отырудың ең негізгі индикаторы болып табылады. Енді міне осы тұрғыдан алып келген кезде, әрине біз осы ішкі және осындай бизнестің түрін дамытудың әртүрлі формуларын жасауымыз керек. Бұл менің ойымша мемлекеттің декларациясы. Яғни біз осы біздің халықтың жаңағы әлеуетін дамытудың, мынау адам индексін дамытудың ең негізгі факторы болатын, жаңағы адамның өзін жұмыспен қамтудың біз қолға аламыз және соны алға қоямыз деген бұл мемлекеттің декларациясы. Егер осы мемлекеттің декларациясы іс жүзіне асатын болса, онда әрине біздің елімізде мынау адамдардың жаңағы жұмыс істеу қабілеті артады. Міндетті түрде. Жангелді мырза, сізге мынадай сауал қояйын. Жақсы, біз салықтан босатайық, иә? Біз 3 жыл олар тексермейік. Жиі бармайық оған. Бұл екі мәселе. Бірақ біздегі орта және шағын кәсіп иелері осы дүниені расында жақсы пайдалана ала ма? Ертең сапасыз тауар, көлеңкелі бизнес деген көбейіп кетпей ма? Тамаша, мәселе жақсы көтеріп отырсың. Өйткені шынында да бұл шешімі президенттің өте орынды, өте тамаша, өйткені ол дүниежүзілік тәжірибеге негізделген. Мысалы, Қытайдағы біздің достар кәсіпорын ашады, ешкім оған не қылдың, үйттің, бүйттің, бір күннің ішінде ашады, бітті. 3 жыл істеп жатыр, 3 жылдан кейін келеді. Қалай жағдай? Енді салық төлейсің деп. Тағы 2 жыл жартылай салық салынады. 5 жыл бойы ол кәдімгідей жаңағы тікесінен тік тұрып кеткенше ешқандай жағдай оған қиындық жоқ. Ал бізде ашпай жатып, осы қаншама жыл, 30 жыл бойы кәсіпорын енді ашып жатқанда жан-жақтан анау санэпидстанция, пожарный, анау тұншықтырып сөйтіп келді. Ал бірақ мәселе бұл салықпен шешілмейді. Мәселе немен шешіледі? Өзі 4-ақ фактор бар өндіріс жүргізу үшін. Әуелі жер керек. Жер бар ма? Бар. Делік. Екінші, кредит. Бұлайша айтқанда, біз қате оны не деп жүрміз? Жақсы. Ол кредит керек.
Үшіншіден жұмыс күші керек. Төртіншіден кәдімгі кәсіпкер керек. Дұрыс. Жарайды, Осы кәсіпкер фактор бірігу келді. керек. Иә, кәсіпкер келді, жер алу үшін жер тоздырады. Табалдырықтан табалдырық тоздырады. Жер ала алмайды. Ала алғанның өзінде ол оңайға түспейді. Екінші, кредит деген бізде 20-25 ондай пайызбен қандай кәсіпорын ашуға болады? Одан қандай пайда түсіруге болады? Жақсы. Сондықтан да негізгі мәселе ол салық дұрыс, тамаша, оған қосыламыз. Бірақ бізде қол жетімді өндіріс факторлары болу керек. Қол жетімді. Капитал мысалға, лизинг, кез келген лизинг алу. Осы тұрғыда, рахмет енді пікіріңізге. Өте жақсы пікір болды, шымды пікір болды. Осы тұрғыда президенттің тағы бір көпшілік үшін бір айтылған мәлімдемесі бар еді. Ол мынау біздегі шенді шекпенділердің саны азайтылу керек деген дүние тұғын. Соны бір ауық тыңдайық, одан соң талқылайықшы. В то же время, начиная с 2020 года, мы приступим к постепенному сокращению численности государственных служащих, а высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников. К 2024 году количество госслужащих и работников нацкомпании следует сократить на 25%, то есть на четверть. Ал Бақытгүл ханым, қысқаратындардың ішінде кім кетуі мүмкін? Бұл неден туған қажеттілік болды? Бұл жердегі енді қалай саннан гөрі сапаға жұмыс жасау керек алдымен. Сондықтан да бұл жерде басты мәселе ол тек қана қысқарту емес. Бұл жердегі басты мәселе жұмыстың күшін көбейте отырып, әркім өзінің жеп отқан нанның жалпы сапасы мен құнын білу керек деп ойлаймын. Сондықтан да президентіміздің қазір алға қойып отырған мәселесі 2024 жылға дейін 25%-ға тек қана мемлекет қызметкерлері ғана емес, сонымен қатар ұлттық компания қызметкерлерінде қысқарту айтылып отыр бұл жерде. Сондықтан да бұл жердегі басты мәселе әрбір бүгінгі таңда да келешекте де әрбір азамат өзінің жұмысы үшін мысалға, жүрдім, бардым, келдім, кеттім деп жұмыс жасамайды. Жауапкершілікті арттыру бұл жердегі басты мәселе. Қала берді, сол жауапкершілігіне сай табыс табу. Үшінші мәселе, манағы сапаға көңіл бөлу. Жақсы. Нұртай мырза, сізден қысқа мына мәселені сұрағым келіп тұр. Енді президент зорлық-зомбылыққа қатысты үлкен баяндама жолдауында ескертіп өтті және айтты, бұл заң жобасы күшею керек, жаза қатаю керек деді. Одан мінекей парламенттің қабырғасында талқыланып жатқанын білеміз. Қазір бір шешімге келе алдыңыздар ма? Жалпы мына зорлық-зомбылыққа байланысты заң жобасы үкіметтен келіп парламентке түсті. Қазір жұмыс тобы құрылып, қоғамдық бірлестіктердің мүшелерімен жалпы мына басқа да жаңағы осы заңға қатысы бар азаматтармен талқыланып жатыр. Ол заң жобасы ол бір айда немесе бір-екі айда қабылдана қоймайды. Өйткені жан-жақты талқылап, біз осы белгіленген уақытта оны жүзеге асыруымыз керек, қабылдауымыз керек. Сондықтан да қазір заң жобасы жан-жақты талқыланып жатыр. Бірақ президент белгіленген күнге дейін парламент, мәжіліс және сенат ол заң жобасын толық қабылдап, қолданысқа енгізеді деп мен ойлаймын. Өте керек, қажет заң. Өйткені халық күтіп отыр. Қазір біз жазаны қолданамыз, ертең ол жазаны қолданған азаматтар ертең шығып кетіп жатады. Сондықтан да ауыр жаза болсын, бірақ азаматтарға сабақ болсын ертең. Жақсы. Енді осы тұрғыда біздің президент Елорда мен Ақордада отырып қана жарлық шығарып жатқан жоқ. Ол кісі елмен етене араласып, қажет болса шекарасып, өзге елдің басшыларымен кездесіп, ел үшін, халықтың қамы үшін қажетті қадамдар жасап жатыр. Оның барлығымыз куәсіміз. Сол шаралардан, сол барған сапарлардан қысқа ғана бейнематериал көрейік, одан соң жалғастырамыз. Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекет басшысы лауазымына кіріскен сәттен бастап алғашқы ресми сапары Ресей Федерациясына болды. Бұл Владимир Путиннің арнайы шақыртуы болатын. Бүгінде теріскейдегі көрші Қазақстанның ең үлкен стратегиялық әріптесі, сондай-ақ сауда-саттықтың ең көп бөлігі, алыс-беріс пен барыс-келістің басымы осы мемлекетпен тығыз байланысты. Кремльде кездескен екі ел басшылары бірқатар бірлескен мәлімдемеге қол қойып, кеңейтілген құрамда келіссөздер өткізді. Ресейден кейін көп ұзамай-ақ шетелдік сапар Өзбекстанда жалғасты. Бұл жолғы мемлекеттік сапардың жөнінде мәртебесі де бөлек еді. Ресми кездесуде мемлекет басшылары екі елдің қазіргі және алдағы мәселелерін талқылап, сауда-саттық, барыс-келістің келісімдерін ширатты. Екі жақты сауда көлемін 2020 жылдың соңына $5 миллиард дейін өсіруге уағдаласты.
Араға бірнеше ай салып Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік сапармен Қытай Халық Республикасына барды. Мемлекет басшысы әуелі Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен кездесті. Тараптар елдер арасында байланысты бекемдеу жайын талқылады. Сондай-ақ президент Қазақстан-Қытай іскерлік кеңесінің 6-шы отырысына қатысты. Онда мемлекет басшысы экономикалық байланысты одан әрі нығайту мақсатында экспорт көлемін арттыруды жоспарлап отырғандығын жеткізді. Қазақстан үшін өз өнімдерін Қытайға экспорттау өте маңызды. Қазақстан сондай-ақ соя, зығыр сияқты майлы дақылдарды экспорттай алады. Біз экологиялық таза азық-түлік өндірісін ұлғайтып, Қытай нарығына шығаруға ниетіміз. Сапар соңында екі ел арасында ерекше маңызға ие 10 құжатқа қол қойылды. Иә, осы ұлттық арнадағы ашық алаң ой бір қателіксіз өтеді деуші еді, әріптестер көз тиді ғой дейін бүгін, иә? Әсел ханым, сізден сұрайын, сіз мінекей шетелдегі сапарларды көрдіңіз. Бұрынғыдан бүгін не өзгерді, не байқадыңыз, қандай тың тенденция бар бұл жерде? Енді Қасым-Жомарт Кемелұлының алғашқы мемлекеттік іс сапарлары, ол біздің көршілес мемлекеттер, яғни біздің сыртқы саясатымыздағы басымдықтарымызға сәйкес жасалып отыр. Бірінші Ресей мемлекеті, одан кейін қазіргі біздің аймақтағы мемлекеттері, біздің әріптестеріміз Өзбекстанға, енді мына таяу арадағы Қытай Халық Республикасына. Әрине, бұл жерде енді біз сыртқы саясаттағы сабақтастықтың айқын көрінісін көріп отырмыз. Яғни бұл мемлекеттер біздің әрқашанғы саяси стратегиялық әріптестеріміз. Және де енді бұл жолғы біздің байқағанымыз, яғни Қасым-Жомарт Кемелұлы жаңа сайланған президент болғанымен, ол мемлекеттерде ол кісінің беделі бар, яғни барлық әлемдік лидерлермен таныс. Сондықтан ол кісілерге бұл біздің жаңа президентіміз жаңа тұлға ретінде қабылданған жоқ, бұрыннан келе жатқан әріптес дос ретінде қабылданды. Яғни осы сапарлардың барысында осы Қазақстанның сыртқы саяси аренадағы ол жаңағыдай тұрақты мемлекет ретіндегі мойындалғандығының тағы да бір көріністерін көрдік. Және де бұл енді имидждік тұрғыдан мысалы шет мемлекеттердің осы Қазақстандағы жағдайы қандай екен, тұрақтылық сақталды ма, ары қарай даму жолы қалай болады деген күдіктерін сейілтуге. Бұл негізгі мәселе мынау қазақ тілі дипломатиялық тілге айналып бара жатыр. Бәрекелді. Қай мемлекетте болмасын, мысалы үшін ол кісі ең негізгісі осы қазақ тілінде әңгіме жүргізіп жүр. Екінші бір мәселе, мынау әрбір мемлекеттің басшысы полиглот емес. Ол полиглоттық деген үлкен қасиет. Мысалы үшін француздармен французша, ағылшындармен ағылшынша, қытаймен қытайша сөйлесу біздің екеуміздің біріміздің қолынан келмейді. Сондықтан жаңағы интеллектуалдық деңгейдің жоғары болғандығы әрине ол халықаралық деңгейдегі мемлекеттің мәртебесін өсіретіндігі анық. Және тағы да бір қосатын, ол сол сапарларының алдында сол мемлекеттің мысалы ірі бақ құралдарына сұхбат беру арқылы алдын ала сол яғни аудиторияны өзінің несіне дайындады. Яғни Қазақстан туралы өзінің қазір жүргізген саясаты. Құрметті көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ашық алаң. Енді біз студияға келген спикерлер, одан бөлек қонақтарымыздың, көрермендеріміздің де сөзіне қонақ беруге міндеттіміз. Ашық алаң деп арнайы ашық микрофонға кеп тұрған біздің көрерменіміз бар екен. Ал сауалыңызды қоя қойыңыз. Менің сұрағым, атаулы әлеуметтік көмектер президенттің құба-құп ел оны қолдауда. Ал екінші сұрағым, неге налогтан, халықтың түскен ақшасынан кредитті жабады? Ол сол ақшаны басқаша жағдайда халыққа көмек беруге болмас педі. Бірінші баспананың бір 5% болсын неге көмектеспеске, неге мүгедек балаларға сол ақшаны бермеске, біреудің сотқа алған, біреудің анау-мынау алған кредитін жауып, неге олай халықты басқаша жағдайда көмек бермеске? Рахмет. Ал не дейсіздер, құрметті депутат мырза ханымдар? Жалпы бұл кім мәжбүрледі сонша кредит алуға, төлелмейтіндер? Жауап береміз. Жалпы бұл халықтың көп көтерген мәселесі. Егерде сіз ауданда, ауылдарда болып жүрсеңіз, халықтың көп айтатыны осы қайтарылмай жатқан несие. Ол қалай болды? Ол мысалы кейбір жағдай кемегеннен кейін алды. Бәрі тойға алып жатқан жоқ. Біреу баласын оқытып қалды, біреу өзінің тамағын алып жатыр. Сондықтан да бұл бір рет болатын бір рет шара. Сондықтан да бұл республикалық бюджеттен берілген қаражат жалпы 105 миллиард қазір беріліп отыр. Ары қарай да
кім ала алмай қалды, тізімде болмай қалғандарды қазір министрлік қарап, олардың да жаңағы борышын өтейді. Бұл халыққа үлкен көмек әрбірден кейін. Өйткені жаңағы айтып жатырсыз, сіз неге атаулы басқаларға көмекке немесе мүгедек жандар. Жалпы бізде мүгедектерге берілетін өзінің жәрдемақысы бар. Ол да беріліп жатыр мемлекеттен. Атаулы көмекте беріліп жатыр. Ал енді жаңа тұрғын үйді айтып жатырсыз. Президент өз жолдауында 3 жылдың ішінде көп балалы аналарды толық үймен қамтамасыз етуді тапсырды. Қазір сол тапсырма жаңағы республикалық бюджетке енгізіліп, қаражат қарастырылып отыр. Нақты жұмыс па? Нақты жұмыс. Сондықтан да ол сіздің бір ойыңыз болуы мүмкін, ал енді 500 мың адамға соны айтып көріңізші жаңағы. Қарттарға тіпті көңіл бөлінбей қалды. Қарттардың да проблемасы бар. Оның бәрі ретімен қаралып жатыр. Біз ауылдарда, аудандарда болып жатырмыз, көптеген көтеріліп жатқан мәселені біз жеткізіп, заң арқылы реттеп, өкіметке айтып жатырмыз. Оның бәрі білінеді. Толықтырып кетейін мен. Сізден сауал қойдыңыз, бізге жауап беруге рұқсат етіңіз. Айтуыңыз орынды, жөн. Бұл мәселелер жоқ емес елдің ішінде. Өйткені кезегін күтіп тұрған мәселе жеткілікті. Қордалам қалғанда мәселелер бар. Шынымен де несиені, ол кешірілім беріліп жатқан несиенің бәрі де той-томалаққа тобырға алынған жоқ. Біреу жетпестіктен алды, біреу баласын емдете алды, біреу мысалға ішер асын алды былай қарағанда. Сондықтан да бұл жердегі мәселе, мен әуел басы сөзім басында айтып, 7 рет өлшеніп, 1 рет кесіліп, республикалық бюджеттен алынған қаражат. Бірақ бір жолғы төлем. Әрине, ол құқықтық, қаржылық сауаттылықтың да аздығы бар бұл жерде несие алушылардың. Сондықтан да ол бірінші, екіншіден атаулы әлеуметтік көмексіз құба-құп дедіңіз. Рас, құба-құп. Оны алып жатырған сол 21 мың теңгемен көптеген әлеуметін түзеп жатырған да жанұялар бар. Екінші бір мәселе, тағы бір айтар мәселе, тұрғын үй мәселесі. Ол өз алдына, және өзіңіз білесіз, күні кеше болған жолдауда президентіміз зейнетақы мөлшер қорындағы қаражатты баспанамен оқуға оңтайландыру үшін үкіметке тапсырма берді ма? Берілді. Мен ойлаймын, мінекей, ол үлкен көмек. Зейнетақы қорындағы қаражат жатпай, халыққа қызмет етуі, ол да үлкен көмек, мысал үшін. Жақсы. Жақсы. Халық 3 миллион, 13 миллион ешқандай халықта накопительный жоқ. Ол тағы да нац компаниялардың жақсы миллиондап ақша алатындардікі. Қарапайым халықта ешқандай 13 миллион ақша жоқ накопительный. Мына экономист ретінде бұған мынандай мәселе тұра тұрыңыздар. Ауылдың сіздерінде 200-300 мың пенсионный фондында, әрі кетсе 500 мың. 13 миллион қарапайым халықта жоқ. Сіз сұрақ қойдыңыз ғой. Енді қойған сұрағыңыздың өте бір орынды жері бар. Ол тек қана кредит алушының мәселесі емес, кредит беруші. Екінші деңгейдегі банктар, микрокредиттік ұйымдар көшеде жүгіріп жүріп саған кредит беріп жатыр. Естідіңіз бе, көрдіңіз бе, көзіңізбен? Енді ол тіпті әрдесін тұратырыңыз. Сіз сұрақ қойдыңыз, мен жауап беріп. Тіпті кепілсіз саған береді. Ондағы мақсат қандай? Ол өзінің активін ұлғайтады, бірақ ертең мемлекет банкіні тастамайды, банкіні құтқарады. Соған әбден масылдық банкіні жайлап алған. Сөйтіп ол тіпті алмайын деген адамды алдырады. Оған кім жол беріп отыр? Банктың солай өз-өзін жағасы жайлауда сезінуіне кім айыпты? Неге? Өйткені білесіз ғой, қаншама жыл бойы біздің банкілерді мемлекеттік бюджеттен талай миллиард ақша бөліп көтергеніміз. Өйткені олар қан айналымын жалғастырып жатыр. Бір банк тоқтап қалса, әжептәуір қиындық туады. Соны білет, әккі болып алған банкілер. Сондықтан да тіпті қорықпайды. Беріп жатыр, ал ол берген кезде ол қайтарыла ма, кредит қайтарылмай ма, ол проблемалық кредит бола ма, жоқ па деп сұрасаң, күлет. Ол ертең мемлекет бірдеңе қылып жабады. Жақсы. Бұл жердегі ең негізгі мәселе бар. Мемлекеттің, қазір тұра тұрыңыз, қазір, мен жауап беріп алайын. Мемлекеттің әлеуметтік функциясы бар. Мемлекет халықтың әлеуметтік жағдайын бағдарлап қарап отыру керек. Бүгінгі таңда бүкіл Қазақстан халқының банктерге қарызығы 4 триллион теңгеден асып кеткен. Бұл халықтың әлеуметтік психологиялық жағдайына жаман әсер етеді. Енді өздеріңіз білесіздер, кредиті бар азаматтар үйіндегі психологиялық жағдайының қандай болатындығы.
Сондықтан менің ойымша бұл жердегі мәселе осы мемлекет белгілі бір шекте өзінің әлеуметтік функциясын орындап отыру керек, және бұл болашақта біздің еліміздегі мынау әртүрлі халықтардың секторының осы әлеуметтік мәселесін шешіп отырудың негізгі мәселесі. Бір сауалға 4 адам жауап бердіңіздер, келесі көрерменнің жаңағы сауалын жарлықта борышты өтеу туралы жарлықта менде мынандай сауал. микрофонға қояйық. Жаңа айттыңыз, мен даусым өзі жер жарады. Енді алыңыз, эфирге керек қой, көрермен бір жақта. Жаңа сіздер айттыңыздар, жаңа накопление пенсионный фондтың, жастардың, ол утвержденный или нет, квартира алуға, оқуға төлеуге? Бірінші вопросым. Екінші вопросым, неге ипотека сонша көп, а депозит неге азғантай? Ал? Соған жауап беріңіздерші. Проценті неге азғантай? Бірінші кезекте оның барлығы ұлттық банкінің базалық ставкасына байланысты. Ұлттық базалық ставкасы ол қазір 9,5%. Егер ұлттық банкінің ставкасымен алған екінші деңгейдегі банкі 9,5%-ға, ол енді оны 20%-дан кем бере алмайды, өйткені өзінің несі бар ғой, инфляциясы бар, соның бәрін қосқанда. Сондықтан бір ғана мысал, Америка құрама штаттарының федералдық резервінің ставкасы 0,25%. Нұртай мырза, 2015 жылы ғой деймін шатыспасам, сіз айттыңыз, ұлттық банктен қандай да бір ақпарат сұрадық, бірақ ол банктың құпиясы деп бізге жауап бермеді. Бұл құпиялықты түбімен алып тастау керек дедіңіз. Бірақ әлі күнге дейін алынған жоқ. Неге сіздің сөзіңізді тыңдамайды? Неге пайыздық ставканы түсірмейді? Жалпы мына банкілік құпиялыққа байланысты біз заңдарға өзгерістер енгіздік. Бұнда мемлекеттің қаржысын алатын болса, онда банкілік құпиялық болмайды. Міне, мәселе ол орындалды. Ол айтылған мәселе. Сондықтан да ол енді банкінің өзінің ақшасына байланысты болатын болса, әрине ол мысалы кейбір енді бәріне бере бермейді ғой мәліметті. Әр адам өзіне тиісті мәліметті ғана алады. Және жаңағы борышкерге борышты өтеуге байланысты жарлықтың тағы да бір ерекшелігі, сол жарлықта аз қамтылған жаңағы қарызды енді төлей алмайтын азаматтарға енді тұтынушылық несие берілмейді. Жақсы. Жақсы еді. Осы 100 күндегі белесті атқарған президенттің жұмысын халық қалай бағалап жатыр деп біз елден сұрап едік, соған назар аударып, одан соң жалғастырайық, иә? Келістік. Мемлекетімізде көптеген өзгерістер болып жатыр, несиелер кешіріліп жатыр, жәрдемақылар беріліп жатыр, ата-аналар, жалпы халық разы деп ойлаймын. Қазіргі бастамалар өзгерістердің бастамасы сияқты болып тұр ғой. Мысалы, несие жайындағы өзгерістер болса, жастарды қолдау, жаңағы арендный жилье дейміз ғой, қоғам арасындағы мынандай қысым, дүрбелең уақыт басылды. Тамыз конференциясында мұғалімдердің жалақысын осы 2 жылдың ортасында 2 есеге көбейтеміз деп сондай бір тапсырма берген болатын. Соны естіп те өзім қуанып жатырмын. Себебі өз басым мұғалім болғандықтан мен үшін ол үлкен бір жаңалық, үлкен бір көмек. Өзгеріс көріп атқан жоқпыз. 100 күн деген ол аз сияқты. Алғашқы уақытта халықта күдік болған болатын. Меніңше қазір 100 күн болды деп отырсыз. 100 күннің ішінде халықта ендігі кезекте болашаққа деген сенім пайда болды. Оны өткендегі болған оқиғаны айтсақ болады. Өкінішке орай Арыста болған жарылыс бәрімізге белгілі. Осы жарылыс кезінде президентіміздің өзі барып, халықпен бірге болып, үйлердің жалпы құрылыстардың қайта қалпына келетінін айтсақ болады. Өзгерістер бар. Көп балалы аналарға жәрдемақы болып, сосын кредиттерін кешіріп. Біз айтамыз ғой, енді бүгінгі күн ертеңгі тарих дейміз ғой. Тарих демекші біздің спикеріміз бар, тарихшы ұмытып кетпейік, әлеуметтік жағдайды айтып жатырмыз ғой енді. Мен сізден мынаны сұрағым келеді, Леген мырза. Президент Ұлытауға жасаған сапарында айтты. Біз Алтын Орданың негізін қалаған Жошы ханның есімін ұлықтауды міндетті түрде қолға алуымыз қажет. Оның тарихи тұлғасына әлемнің назарын аудартып, кесенесін мәдени туризм нысанына айналдыру өте маңызды міндет деді. Бұған дейін неге Жошы ханға осынша назар аударылмай келді? Және не себеп қазір айтылуына? Жақсы, рахмет. Күні бойы әлеуметтік экономикалық мәселелерді білетін мамандар тұрғасын мен араласқам жоқ, енді менің мамандығым байланысты қойып атсыз. Рахмет. Бұл енді қоғам тек қана экономикадан, күнделікті тұрмыстық жағдай емес, оның бізі тарихтан тұрады. Өйткені ұлы даланың тарихы, оны мекендеген қазақтың тарихы тереңде жатыр. Кешегі
патша үкіметінің кезінде кеңестік дәуірде мұның бәрін біз шектеп келді. Қазақтың тарихын тек сол 19 ғасырдан былай ғана айтқызатын болды. Ал енді қарап отырсақ, осы қазақ этносының түрік негізін қалаған қазақ этносының тарихы тамыр тереңде жатыр. Ана сақ дәуірін алайық, сосын кешегі түркі заманын алайық. Одан кейінгі бір кезеңдерін өрістеп келе жатқан қарайтын болсақ, шынында да біздің тамырымыз терең. Көп ұлттар бізге оған сонда қызығушылықпен қарауға тиісті. Осыдан 4 жыл бұрын Қазақ хандығының 550 жылдығы біз әлемге жаршы алып, соны табанда бекітіп алдық. Яғни біздің қазақ төл атыменен мемлекет құрғанымызға 550 жыл болған екен. Ал енді ол 550 жыл болған қазақ хандығы тек сөгізіңді ғана пайдаған жоқ қой. Оның тамыры тереңде жатыр. Яғни сіз сұрап отырған Алтын Орданың 700 жылдығын толдау бұл 13 ғасырдың екінші жартысы. Сол кездің өзінде мына түрік қазақтың мына Евразиялық кеңістігі мекендеген қазақтың тарихында үлкен мәселелер тұрды. Бәрекелді. Міне айтайын дегенім, ол кезде Алтын Орда Моңғол мемлекет деп аталғанменен соны мекендеген түрік халқы шығады кеткен жоқ. Яғни мемлекеттің бастауымыз сол кезден өзінің тамырын тартқан, біз бүгін айқындап айтуымыз керек деп ойлаймын. Енді Нұртай мырза, сізден мынаны сұрағым келеді. Президент семейге жасаған сапарында 26 сәуірде айтты ғой, Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын атап өтуіміз керек деді. Қазіргі дайындық жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Қазір тиісті комиссия құрылып, дайындық жұмыстары басталып кетті. Ол атап өту деген сөз, ол үлкен той жасап, бір ысырапшылдыққа бару деген сөз емес. Бізде өз ұсынысымызды айтып жатырмыз. Мысалы, Қарауыл ауылы, Абай ауданының орталығы, соның әлеуметтік экономикалық жағдайын, ауыз суын, мектебін салайық, жолдарды салғызып берейік сол жаққа. Өйткені кезінде Абай Құнанбайұлының 100 жылдығына байланысты елбасымыз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үлкен кесен салдырып берді Абай Құнанбаевтың. Енді міне ойлаймын, сол сабақтастықты арқылай жалғастырып жатырмыз. Міне үлкен жақсы, мен ойлаймын, қолдау. Әсіресе Абайға деген үлкен қолдау. Енді сізден сұрағым келеді мен. Осы жаңа айтып отырмыз ғой, үлкен шара той жасамаймыз деді. Осы президент осыны кесіп айтты, жаңа қажет жоқ шаралар қысқарады деді. Соның мінекей нәтижесінде биылғы бюджет қаржысы 340 миллиард теңгеге үнемделіпті. Дұрыс қой. Бұған дейін неге жол беріліп келді мұндай шашпалыққа? Бұл жерде қалай бірден ол барлығы шашпалыққа ғана жұмыстанып келді, қазір ғана мына етек жем жиып атырық деген сөз емес. Ол кездерде де елдің әртүрлі әлеуеті бар, әртүрлі жағдай бар, сыртқы саясат бар деген сияқты. Сондықтан да бұл жердегі басты мәселе әр нәрсенің әр уақыттың өзінің үнемі болады. Сол үнем деп мен есептеймін, мысал үшін. Жақсы, енді Ерлан мырза, сізден мына нәрсені қысқа сұрағым келеді. Жаңа халық айтып қалды ғой, бұл көптің жүрегіне жылы тиген дүние. Бұл мынау арыста болған жағдайдан кейін президенттің дереу жетуі, халыққа басып айтуы, қазір мінекей 99% ондағы құрылыс қалпына келіпті деген біз жақсы жаңалық естіп жатырмыз. Енді президент барды, көрді, ел сенім білдірді. Қазір барлық әкімдер барып жатыр, өздерінің аймағын қарап жатыр. Бұл ненің белгісі? Бұл біздің еліміздегі бірегейліктің, және сонымен бірге ұлттық бірліктің өсіп келе жатқанының белгісі, біріншіден. Екіншіден, бүгінгі тағымдағы ең негізгі мәселе мынау халық эволюцияны тілеп отыр. Әлеуметтік және қоғамдық эволюция. Міне осы эволюция жалпы мемлекетте сонымен бірге ұлттың негізгі консолидациясы бүгін. Енді міне осы эволюцияның айналасында бүкіл халық қазір бірігіп отыр. Енді біздің алдымыздағы ең негізгі мәселе ол жаңағы осы өзгерістер, өткелдердің барлығын біз бейбіт түрде сонымен бірге жүйелі түрде өтуіміз керек. Мынау өзгерістерге ешкім ешқашан қарсы шыға алмайды. Өйткені біздің өміріміздің өзі өзгерістен тұрады. Ал өзгерісті бейбіт жаққа, сонымен бірге эволюциялық тұрғыда жіберуге болады. Міне мәселе осында. Ал міне осы 3 айдың ішінде менің ойымша ең негізгі ұлттың осы ұйысуы ол өзгеріс қажет, бірақ сол өзгеріс біздің елімізде бейбіт түрде өту керек деген, және сондай бір жалпы мемлекеттік үлкен бір сондай консолидация пайда болды. Иә. Осы тұрғыда бейбіт түрде өту керек дегеннен шығады. Президент айтты ғой, бейбіт митингке рұқсат берілу керек, бұқара өзінің ішіндегі ойды айту керек дейді. Бірақ осы бейбіт митинг деген жасалар, жақсы ол ұйымдастырылар, бірақ сондағы дүниені өзінің бір арам пиғылына, дұрыс емес дүниелерге пайдаланғысы келетін топтардың болатыны заңсыздық. Сол кезде біздің бұқара жапа шегіп арандап қалмау үшін қайтпек керек, Нұртай мырза? Жалпы бәріне халықпен жұмыс істеу керек ол үшін. Біз халыққа жақын болып, халықтың мұң мұқтажын тыңдап, солардың мәселесін шешуіміз керек. Сонда ешкім митингтің де қажеті болмайды.
қазір ауылға барсақ та көтеретін мәселелер бар, ауданға барсақ та көтеретін мәселе. Соны жергілікті жердегі әкімдер жаңағы шешетін, азаматтар шешетін болса, ондай көп мәселе болмайды. Мысалы, бізге де байланысты мәселелер бар. Мысалы, заңға байланысты мәселелер бар, айтылып жатады. Сын айтылу керек, бәрін қабылдаймыз. Одан біз қорытынды шығаруымыз керек. Мәселе осында болып отыр. Сондықтан да президенттің айтып отырғаны халықтың мұң-мұқтажын тыңдап, соларға дұрыс жауап. Сол үшін де президент қазір мына президенттің әкімшілігінде халықпен жұмыс істейтін бөлім ашты. Оның басшысы болып Бабаева, Аида Ғалымқызы болды. Өңірлерді аралап жүр ғой, халықпен кездесіп жүр, қабылдап жүр. Үлкен жұмыс болды. Нұрекеңді жалғастырып кететін болса, мен сіздің сауалыңызды түсіндім. Бейбіт халықтың арандап қалмасы үшін не істеу керек дедіңіз. Сондықтан да шынымен де елбасы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы айтқандай, егер бір адам жәбір көретін болса, онда бүкіл қазақстандық жапа шегеді. Сондықтан да бір адам да жәбір көрмеу керек. Ол үшін халықтың санасына сауаттылық керек, қалай болғанда да. Әрине ашық алаң болу керек, ашық диалог болу керек, бір-бірімізді үнімізді естіп, бір-бірімізді тыңдай білуіміз керек, былай қарағанда. Сондықтан да тағы да айтар едім, Нұрсұлтан Әбішұлының сөзімен, бізге балталаса да бұзылмайтын бірлік керек. Ал бірлігіміз бен татулығымызға ол көз тігіп отқандар жетерлік, былай қарағанда. Қазақтың ол қанына біткен сол татулығымызға. Сондықтан да бұл жерде сауаттылық керек, бірлік керек, тұтастық керек. Ол үшін ашық алаңдар көбірек болу керек. Міне сол бір ашық алаңға біздің еліміздегі саяси мәдениетті өсіру керек. Кезінде Аристотель осыдан 2000 жыл бұрын адам саяси организм, саясатсыз адам өмір сүре алмайды деп айтып кеткен. Сондықтан біз мына Қазақстанның азаматтарына бейбіт түрде эволюциялық тұрғыда саясатпен айналысуға жағдай жасауымыз керек. Ол дегеніміз не? Біз ол деген әрине ол деген барлығы саясат болмайды, бірақ дегенмен де мынау адамның жаңағы ең негізгі қажеттіліктерінің бірі сөйлесу, өзінің пікірін айту, сонымен бірге алаңға шығу. Анау қазақтың ертеден келе жатқан саяси психологиясы ол дат тақсыр дейді. Дат тақсыр дегеніміз ол саясат. Сондықтан біз бүгінгі таңда осы біздің елімізде жаңа тұрпаттағы саяси мәдениетті қалыптастыруымыз керек. Саясатсыз мемлекет болмайды. Осыны біз ұғынуымыз керек. Қысқа нұсқа болады енді. Я бізде менің ойымша осы күнге дейін шешілмей келе жатқан бір мәселе бар. Енді жаңағы сіз айттыңыз, митинг болмай-ақ қойсын, азайсын, ешқандай арандатушылық болмасын. Бірақ депутат айтты болмасын. Көбею керек митинг. Бірақ бейбіт митинг. Мәселе ондай біз. Менің айтайын дегенім, біз көбінде мынау бір шаруа бүлініп қойғаннан кейін барып қимыл жасап шешім қабылдай бастаймыз. Қаншама мысалдар бар, оны айтпай-ақ қояйын. Менің ойымша, кез келген осындай жаңағы ашық алаң, басқа әңгіме болған уақыт сонда айтылған ойлардан міндетті түрде дереу қорытынды жасалып отыру керек. Қорытындыны біздің бұқараның айтқан билікке жеткізетін азаматтар, немесе мен депутаттар кім жеткізгенін айтып отырғаным жоқ. Екінші, осы мәселені туындыратын мәселелерін жаңағы депутат мырзаларды айтып кетті, алдын ала біліп отыру керек. Мына менің ойлағаным, мына президент құрған қоғамдық келісім деген осыған рөл атқаратын ұйым сияқты. Яғни қоғамның, ортаның сұранысын біліп отырып, алдын ала шешім қабылдап, мәселені шешіп отыр деген сөз. Жақсы, тарихшы деп тұрсақ, тұнып тұрған саясаткер екенсіз өзіңізде. Енді бізге әлеуметтік желіден келген сұрақ бар екен. Соған назар аударайық, соған жауаптарыңызды алайық. Қанекей, әлеуметтік желіден бізге келді. WhatsApp желісінен кеш жарық дейді, енді тағы 100 күннен соң 2019 жыл аяқталады дейді. Ол президент үшін екінші белес, осы 100 күннің ішінде Қасым-Жомарт Тоқаевтан не күтеміз? Халық үшін нақты қандай жұмыстар жасалады дейді. Мінекей ашық алаңда алғашқы 100 күнді түйіндедік, енді 100 күнде не күтеміз дейді халық. Бақытгүл ханым. Енді өздеріңізге мәлім, күні кеше президентіміздің алғашқы жолдауы өтті. Жолдауда 5 бағыт бойынша нақты тапсырмалар берілді. Тіпті жаңа жылға дейін шешілетін мәселелер бар. Мысал үшін мана апайымыз сұрақ қойды. Мысал үшін ол сол зейнетақы қорының манағы ертеңгі күні оқуға, жұмысқа манағы білімге жұмсалатындығына тежеуін өтеуге өтеле ма деді. Сондықтан да мен жолдаудағы көтерілген мәселелер күрделі мәселе. Қамтылмай қалған мәселе жоқ. Оның барлығы ендігі 100-де 100% шешілмесе де, ол ары қарай шешілмесе де ендігі 100 күнде бір арнасына келеді деп ойлаймын. Жалпы мына өңірлерді дамытуға байланысты берілген тапсырмаларына ауыз су, жол жөндеу, тұрғын үй салу, ол нақты, мысалы, бюджетте қазір жобада қарастырылып отыр. Осы 100 күн ішінде ол жүзеге асады. Жұрттың қажеті үшін жүзеге асатын шаруа көп болсын деп біз тілейміз. Ал құрметті көрермен, біздің бүгін айтқанымыз алтынның ұнтағында ұнаса, ертең сағат 20:30-да қайтадан тікелей эфирде жолығайық. Сау болыңыздар.